бәріңе сәлем, қалайсыңдар? Сенен бірге мен Нұридин. Короче, бүгінгі видео бізде өте қызықты видео болады. Мен каждый видеомда өстіп айтамын. Бүгінгі видеосында білесіңдер ме, мен фотошопқа кірмегелі өте көп уақыт өтіп кетті. Бүгінгі видео бізде Photoshop Times. Яғни бүгін біз жай ғана адамдарды фотошоптамаймыз, біз ютуберлерді фотошоптаймыз. Окей. Білесіңдер ме, мен алдында осында 2 видео түсіргем. Темесі описанияға қалдырып кетем. Егер көрмесең дәл көріп, жоқ, осы видеоны көріп болсаң көр. Короче, тағы да мен осы видео фотошоп түсірген сайын айта беремін. Егер де осы видеоның ішінде сіздің сүйікті ютуберіңіз болса, оны комментарияға жазудың қажеті жоқ. Өйткені бұл жай ғана әзіл, чисто рофл үшін жасалады. Егер де тағы да түсінбейтін адамдар болса, бұл жай ғана прикол. Қызық болу үшін ондай жасаймын. Сосын маған алдыңғы бөлімдерде жазып жатыр, неге өзіңді фотошоптамайсың, басқалар істесін де өзің неге істейсің деп. Ал соңына қарай мен өзімді де фотошоптап көретін боламын. Так что соңына дейін көріп бұрын қызықтың бәрі әрі өздеріңіздің достарыңызға таратыңыздар және өздерінің левый аккаунттарыңыздан тіркелсеңіздер болды. Сөйтсе біз 4K-ға тез жетеміз. Так что тіркелеміз. Let's go! Ең бірінші біз дейтін сүйіктердің сүйікті летсплейшіктеріңіз Алик-КЗ-тен бастаймыз. Аликтің подписчиктері комментарияға жаман жазбай қойыңдар, пожалуйста. Біз дейтін пластик амошын біреуіне кіреміз, осы екеуін походу осы, осыған кірем. Блин, окей. Оған не істесек болады? Давайте. Стопы. Келесі біз дейтін. Енді біз Аликті күшкене денесін дәу қылайық та иықтарын дәу қылып жіберейік. Братишка, әңгің бар ма? Қане тез каналға тіркеле сал. Келесі бәріміздің де сүйікті блогеріміз Темірлан болады. Темірлан болады, мен сені жақсы көрем, білесің. Ал енді шие бастайық. Енді кішкене енді Темірлан наркоман қосып тануған темекі қойып қойдым. Сосын барып кішкене сурет салып тастайық. Мен қолдарым басқа жерден өседі, но все равно көрейік. Кривой қолдармен салып көремін. Келесі ютубер бізде Бекзатка, ода 40 000 подписчик бар, қатты танымал емес, все равно енді жасап көрейік. Бекзатка без обид. Біз дейтін қазір өз фотомызды қырқып алайық. Және мен ерсамен суретке түстім.